бізде z комплекс саны берілген a плюс b i түрінде. Z жұлдызша ол комплекс санның түйіндес комплекс саны дейді. Және мынандай теңдік берілген. Мынау. Осыны пайдаланып, осы теңдікті пайдаланып, біз мынау екі теңдік орындалатындығын не істеуіміз керек, көрсетуіміз керек. Ол үшін біз бірінші бұл теңдіктердің барлығын алгебралық түрге не істеп алуымыз керек, келтіріп алуымыз керек. Яғни a плюс b i түрінде жазып көрсетуіміз керек, комплекс сандардың барлығын. Мына комплекс санның модулі. Бірінші z минус 10i неге тең болатындығын табайық. Модуль z минус 10i тең модуль a плюс b i минус 10i. Яғни тең a плюс i-ды жақшан сыртына шығарып жіберетін болсақ, b минус 10i. Мынандай комплекс сан шықты. Ал комплекс санның модулі деп мынандай өрнекті айтамыз. Түбір астында a квадрат плюс b минус 10-ның квадраты. Яғни нақты бөлігі мен жорамал бөліктерін квадраттап қосып түбірін аламыз. Осы күйінші қалдырсақ та болады, немесе түбірінің астын ашып жібере салайық. a квадрат плюс b квадрат минус 20b плюс 100 болады. Тура осылай екінші модульді 2-ге көбейтіп тұрып ашайық. 2 көбейтілген z минус 4i. Ол тең 2 көбейтілген модуль a плюс bi минус 4i. Тең 2 көбейтілген модуль a плюс b минус 4-тің i-ға көбейтіндісі. Тең 2 көбейтілген түбір астында a квадрат плюс b минус 4-тің квадраты болады. Мына комплекс санның модулі. Тең 2 көбейтілген, бұл жерде жақшаны ашып жіберетін болсақ, әр квадраттарды a квадрат плюс b квадрат минус 2 еселенген b мен 4-тің көбейтіндісі 8b и плюс 4-тің квадраты 16. Бізде осы екеуі бір-біріне тең дейді. Яғни мынау екеуі бір-біріне тең. Онда бұл екеуін теңестіретін болсақ, бізде 2 түбір біріне тең болады. Мынау 2 көбейтілгені бар. 2 жағын квадратта жіберетін болсақ, онда бізде мынандай өрнек шығады. a квадрат плюс b квадрат минус 20b плюс 100 тең мынаның квадратына. Квадраттасақ 4 и көбейтілген мынау. Бірден жақшаны ашып жібере салайық. a квадрат плюс 4b квадрат минус 16b плюс 32. Жоқ, 4-ке көбейтуіміз керек еді. Қазір 1 минут. Мен 2-ке көбейтіп жібердім ау деймін мына жерде. Мына 16, 32 емес. 4-ке көбейткен кезде бұлар 4 жердегі 8-ім 32, 4 жердегі 64, а 16 ол 64 болады. Енді теңдіктің сол жағын оң жағына шығарамыз. Бірден алып тастаймын. 4a квадрат минус a квадрат ол 3a квадрат. Сәйкесінше 3b квадрат. Минус 32b плюс 12b. А плюс 20b. 20b ол минус 12b болады. Плюс 64 минус 100 ол минус 36. Тең 0. Теңдіктің барлығын қазір бүйтіп қарап отырсақ 3-ке бөлінеді. Теңдіктің екі жағын бәрін 3-ке бөлеміз. a квадрат плюс b квадрат минус 4b минус 12 тең 0. Бізде осы өрнек не істейді? Шығады. Енді біз бірінші өрнекті не істейік? Жазып алайық бөлек. Так, z жұлдызша минус 2iz z көбейтілген z жұлдызша минус 2iz z жұлдызша екен мына жерде. Так, плюс 2iz
кейін минус 12. Минус 12 тең 0. Енді осыны не істейік, түрлендірейік қазір. Сол кезде біз мынау өрнекке не істеуіміз керек, келуіміз керек. Мынаған келуіміз керек. Яғни мынадан мына өрнекті алып шығуға болады деген сөз ол кезде. Осы жерде қоятын болсақ, z бізде a плюс bi, z жұлдызша, оның түйіндесі a минус bi болады. Орнына қоямыз. a плюс bi-дің a минус bi-ға көбейтіндісі. Енді бұл жерде бірден жазуға болатын еді, бірақ біз өйстіп жаза салайық. Бәрін толық алынған 2i көбейтілген a минус bi плюс 2i көбейтілген a плюс bi болады z минус 12 тең 0 дейді. Енді осыларды не істейміз? Ашамыз. Мына жерде a квадрат плюс b квадрат шығады. Мына екі жақшаны көбейтіндісінен. Арғай, мынаны алатын болсақ, минус 2a көбейтілген i минус 2b болып кетеді. Мына 2 минус плюсті береді. 2 плюс 2b көбейтілген i квадрат, ол қайттан минус 1-ді береді. Арғай, плюс 2a көбейтілген i минус 2b болады. Арғай, минус 12 тең 0. Енді бұл жерде қысқаратын жерлер бар. Мынау 2ai мен 2ai қысқарып кетеді, минусы мен плюсы. Сонда бізде a квадрат плюс b квадрат минус 4b минус 12 тең 0 не істеп тұр? Шығып тұр. Енді бастапқы біздің мынау бағанағы көрсеткен өрнегімізді қарайық. a квадрат плюс b квадрат минус 4b минус 12 тең 0. Сол шығып тұр ғой. Яғни біз мынадан мынау тең болатынын көрсете аламыз, кер жолмен жүріп. Біз қазір бірінші теңдікті не істедік? Дәлелдедік. Енді екінші теңдікті дәлелдейік. Яғни z минус 2i тең 4 модулі. Z минус 2i-дің модулі 4-ке тең болатындығын. Мынау дәлелденді. Бірінші z минус 2i тең 4 болатындығын дәлелдейік. Ол үшін z-ті a плюс bi деп жазып аламыз. Минус 2i тең. Мынаның неге тең екенін ашып алайық. Бізде бұл 4-ке тең екенін бірден жазып қоя салайық. Мейлі, ашып қояйық қазір. Былай 4 болады. Енді бірден мынау 2 мен b-ны жақшаға алып, i-ды жақшаның сыртына шығарып жіберсек, біз модулін былай деп жаза аламыз. Модуль a квадрат плюс b минус 2-ның квадраты тең 4 деп. Теңдіктің екі жағын квадраттаймыз. Сәйкесінше мынау модульдің түбірдің ішіндегі өрнектердің квадраттарын ықшамдап тұрып. Сонда a квадрат плюс b квадрат жақшаны ашайық бірден минус 4b плюс 4 тең 16 болады, 4-дің квадраты. 16-ны мынаяққа жібереміз. a квадрат плюс b квадрат минус 4b минус 12 тең 0. Қайтадан бағанағы мына өрнекке не істеп жатырмыз? Келіп жатырмыз. Ол мына жерде біз көрсеткен өрнекке тең. Мынау a квадрат плюс b квадрат минус 4b минус 12. Яғни біз қазір не істедік? Мыналарды дәлелдедік. Бірінші есеп шықты. Енді екінші есебін қарайық. Енді екіншісінде бізде былай дейді. Мынау жоғарыдағы теңдеуді қанағаттандыратын нүктелер жиыны геометриялық тұрғыда сипаттаңыз дейді. Бізде жоғарыда берілген геометриялық нүктелердің геометриялық түрі мынандай ғой. Міне мынау. Бірақ біз бұны жаңа мынаған тең болатындығын дәлелдедік. Қазір. Мынаған тең болатындығын дәлелдедік қой бағана.
яғни мынадан мынау шығады. Ал бұл нені білдіреді? Мынау нені білдіреді? Соны еске түсіріп алайық. Z минус Z1 тең қайда бір R саны болса, онда бұл центрі Z1 нүктесі болатын, радиусы R-ге тең болатын шеңбер. Центрі Z1, радиусы R-ге тең болатын шеңбер. Мына жерде бізде Z-тен не алынып жатыр? Соны не істейік көрейік. Z алынған 0 қосылған 2 ай тең 4. Яғни бізде Z1-дің орнында 0 плюс 2 ай тұр. Бұны арган диаграммасына салатын болсақ, 0-де 2 мынау жорамал бөлік, жорамал ось, мынау нақты ось. 0-де 2 нүктесін аламыз. Және радиусы 4-ке тең болатын шеңбер сызамыз. 4-ті қосатын болсақ, былай қарай. Мына жер 6 болады, 4 алатын болсақ, мына жерде минус 2 болады. Яғни мынандай радиусы 4-ке тең болатын шеңбер бұл. Бұл басқа бұның несі геометриялық тұрғыда сипаттаңыз деген, біз осы шеңберді не істейміз, салып көрсете саламыз. Өйткені мынадан мынау шығады, ал бұл шеңбер.